Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді Наполеон тортының рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Ең алдымен тортымыздың қамырын дайындаймыз. Ұнға сары майды ауната отырып, үгіткіштің ең ірі көзінен өткіземіз. Майымыз мұздатқыштан шыққан, өте қатты болуы тиіс. Осылай ауната отырып, үгіткіштен өткізіп шығамыз. Майымызды үгіткіштен өткізіп болған соң бізде осындай болып шығады, және де шамалы қолмен үгітіп шығамыз. Содан соң салқын суға бір жұмыртқаны қосамыз, жарты шай қасық тұз қосамыз, және де бір шай қасық алма сірке суын қосамыз, яғни яблочный уксусты. Содан соң ұнымыздың ортасын ашып, аз-аздан құя отырып, қамырымызды илейміз. Тортқа қажетті заттардың толық мөлшерін описанияға қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Және де қамырды созып илемейміз, жан-жағынан ортасына қарай жинап, біріктіреміз. Осылайша қамырымызды 4 бөлшектетіп жинап шықтым. Енді осы қамырымызды мешокқа салып, тоңазытқышқа кемінде 5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды сонымен қатар бір түнге қоюға болады. Қамырымыз тоңазытқышта тұрғанша ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Осылай клубника малинаға 2 ас қасық қантты қосып, баяу отта бір қайнатып аламыз. Осылай қайнағаннан кейін бір шай қасық кукурузный крахмал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қайнағаннан кейін отта 1-2 минуттай ғана ыстаймыз. Содан соң погружной блендердің көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Погружной блендермен езіп болған соң бетін мешокпен жауып, суығанша қойып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алғаннан кейін ортасынан бөліп, содан соң тағы да 4-ке бөліп шығамын. Осылайша 8 бірдей бөліктерге бөліп шығамын. Мен торттың диаметрін 20 см етіп жасаймын. Егер үлкен торт жасағыларыңыз келсе, заттарды 1,5 немесе 2 есе етіп қосасыздар. Бөлген бөлшектерімізді домалатып, біреуін ғана қалдырып, қалғанын мешокқа салып, тоңазытқышқа қайта қоямыз. Пергамент қағазының үстіне кішкене ұн сеуіп, осында қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Содан соң формамен үстінен басамыз. Қамырымыздың қиылмаған жерлерін пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Корждарымызды пісірмей тұрып осылай кесіп шығамыз, өйткені піскеннен кейін біздің корждарымыз өте нәзік болады, және де сынып қалуы мүмкін. Жиектерін кесіп болғаннан кейін ортасын осылай шанышқымен тесіп шығамыз. 190 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мен 10-12 минут шамасында пісірдім. Тортымыздың кремін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осылай ағарғанша араластырып, шетіне ұшқандарымызды ортасына қарай бір жиып, үстіне творожный сыр қосып, қайта араластырамыз. Классикалық Наполеон тортын қайнатпалы креммен жасайды, бірақ мен бүгін творожный сырдан жасайын деп шештім. Егер де қайнатпалы креммен жасағыларыңыз келсе, менде эскимо тортының рецептісінде қайнатпалы кремнің жасалу жолы көрсетілген. Төменде описанияға ссылкасын қалдырамын. Творожный сыр мен сары майымызды 1-2 минуттай араластырып, оған қант ұнтағы мен қоюлатылған сүтті қосамыз. Яғни сгущенкамызды қосамыз. Және де барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз.
Осымен креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Ыдысымызға кішкене ғана крем жағып, үстіне коржымызды қоямыз. Әр коржға 2 қасық шамасында крем жағып шығамыз. Және де үстіне келесі коржды қойғаннан кейін сәл басамыз. 3-ші және 6-ші корждың үстіне крем жаққаннан кейін осы салмамызды жағып шығамыз. Малина клубникадан жасаған салмамызды әр корждан кейін салсаңыздар да болады. Корждарымызды қойып болған соң жан-жағына крем жағамыз, содан соң үстіне жағып, корждарымыздың шеттерін, яғни қалдықтарын үгітіп, осы тортымыздың шеттеріне және де үстіне сеуіп шығамыз. Сеуіп болған соң тортымызды қалауымызша әсемдейміз. Осымен біздің тортымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдағы жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.